Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Бүгін бір ерекше шығарылым болайын деп тұр. Себебі қысты күні бізде сиыр ұстаймыз ғой, сиырлардың бұзауы, екі бұзауы қысты күні мынау далаға қашып кеткен, жабайы болып кеткен ғой. Қыс бойы ойлаңыздаршы, Алланың құдіретін, қыс бойы өлмей борандарда аман қалған далада. Енді қазір соны іздеуге барамыз. Бұлар неге қашты, неге далада қалды десеңіздер, бұлар көктемде төлдейді ғой. Төлдеген бетте бұлар қар жауғанша далада өмір сүреді. Бұзауы сондай жабайы болып кеткен ғой. Сондықтан үйге әкеліп біз сиырларды қыста негізі үйде ұстаймыз, шөбін береміз, жем шөбін береміз. Бұзаулар үркіп бірдемеден боранда бесік кетті таудың басына. Қазір соны іздейтін боламыз. Мынау көріп тұрғандарыңыздай бай шұбарды үйретіп алдық. Осымен енді қазір жорыққа аттанам іздеуге. Оны қайдан білді десеңіздер, мынау далада жүргенің, ол көршілеріміз алдында жылқыларын іздеп жүргенде видеоға түсіріп WhatsApp дамыған заман ғой, WhatsAppқа жіберіпті, WhatsApp группаға мынау кімнің бұзаулары деп. Солай енді қазір аттанамыз, іздейміз, бірге болыңыздар менімен бірге. Тамақ ішіп отқан жандарға ас болсын. Қазір қызықты видео болады деп ойлаймын, себебі дикий жабайы болып кеткен жануар, ол біздің бұзаулар. Соларды қуамыз, ұстаймыз, олар қашады 100%. Соның бәрін қазір іздейтін боламыз. Қазір бай шұбар су ішіп жатыр. Біз жолға аттандық. Жолда інімді кезіктіріп қалдым. Мотоцикл сынып қалған ғой. Қазір білейік не болған. Не болып қалды, Нұраділ? Бұл жаңа шығарылым. Біз кутқа қараймыз. Завод ете алмай жатыр ғой деймін. Түсінген бойынша. От алмай қалды ма, бауырым? Kickstarter сынып қалды ма? А? Kickstarter сынып кетті ма? Мына түбіне мына сынып кетіпті ғой. Қаз бауырым, метеп жүрем ғой. От алдырдық. Кетті. Анау бар ғой, от алдыратын Kickstarter деп аталады ғой. Сол нетіп кеткен ғой, сынып кеткен. Курткасын тастап кетті. Қайтып келе жатып алатын шығар. Біз әрі қарай екі тайшаны іздеуге барамыз. Сол, от алдырдық. Енді әрі қарай өзіміздің шаруамызбен бара береміз. Сондықтан ғой, ат деген жақсы негізі. Көбісі айтады ғой, ой, Қытай аттан түсірді деп. Жоқ, қазақты аттан түсіру үшін ойбай, біраз шаруа керек. Ол енді темір ғой, темірге сенбейсің. Ал Алланың жаратқан мынау жылқы аты қазақ үшін жаратылған деп ойлаймын. Тамаша, атқа мініп, атпен ғана жүру керек. Үйден 7 шақырымдық жерге кеттік уже. Әлде көрінбейді. Негізі осы жерлерден көрген адамдар. Бұл жақта бір кішігірім орман бар, мүмкін соның арасында жүрмекен. Жүргенді қазір. Табылады деп ойлаймын. Дұрыстап іздесем, қазір төбелерге шығып дүрбі салсам, табылып қалу керек. Қараңыздар, өзімнің жабайы бұзауларын іздеп жүргендерін аға жетеді. Елік па, бірдеме көрдім. Тұран қараған ішінде. Кімге көрінеді, кімге көрінбейді. Көрсеңіздер, комментарияға жазыңыздар, әні кетті. Біреу кетті. Секіріп. Екіншісі тағы қандай жерден шықты. Әні екіншісі кетті. Осылай негізі менің екі
бұзауым қашу керек еді. Бірақ бұзаудың орнына мынандайлар шығып жатыр. Тамаша. Әрі қарай іздейміз. Бұзауларды таптым, бірақ қатты қашып неткен жоқ. Ол кезде уже жылқымен қуам ба, видеоға түсірем ба, сондай бір екі ойлы болдым. Сиырларға келіп қостым, сонда да қосылмай әр жаққа қашып жүр. Солай, видео білмеймін, қызық емес болайын деп жүр. Ал достар, видеоның соңын тұжырымдайтын болсақ, сіздер көргендей, міне Алланың қалауымен екі бұзау бұйырып тұр. Бұл енді бұйрық болғаннан кейін аман қалып тұр. Себебі қақаған қыста көптеген адамдардың жылқылары қырылып қалды. Енді екі бұзау аман қалғанына мен таң қалам. Енді ең өкініштісі, жарайды, бұзау таптық, оның бәрі жарайды енді. Бірақ ең өкініштісі, мен бүкіл анау айдағанды, қуғанды сіздерге көрсете алмай қалдым. Олардың қашқанын, нақты қызықты жерлерін көрсете алмай қалдым. Сол себепті енді қандай да видео болса да сіздер мені қолдайды деп ойлаймын. Бәрі сіздер үшін, осының бәрін үйреніп жатырмын, ютубты үйреніп жатырмын. Бәрі сіздер үшін ұзақ видеолар, керемет табиғаттың жануарларын көрсетіп жүрмін. Енді мен сенемін, что мені сіздер қолдайсыздар, және де лайк басып маған тіркелетіндеріңізге мен кәміл сенемін. Сол себепті бәріне рахмет, менімен бірге болғандарыңызға.